Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жеңіл салаттың рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. 250 грамм қырыққабатымызды ұсақтап турайтын боламыз. Шіңішке турауға тырысыңыздар. Бұл салат өте оңай жасалады, ең дәмді жасап болғаннан бірден дастарханға ұсынсаңыздар болатын керемет салат. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Бөлек ыдысымызға салып аламыз. Қиярымыздың ортасынан бір бөліп турайтын боламыз. Туралған қиярларымызды да ыдысымызға салып аламыз. Шалғам немесе редиска деп те атаймыз. Ортасынан бір бөліп, жұқалап, осы редискамызды да турап алатын боламыз. Укробымызды және көк пияз, сарымсағымызды да ұсақтап турайтын боламыз. Бұл жерде бір ғана көк пияз пайдаланып жатырмын. Салаттың шамасына қарап қоссаңыздар болады. Міндетті түрде сарымсақты қосуға кеңес беремін. Майонезбен араласқан кезде сарымсақ өте дәмді болады, және оны өте ұсақ қылып езіп алсаңыздар да болады. Арнайы сарымсақ өткізетіннен немесе мен сияқты турап алсаңыздар да болады ұсақ қылып. Қалауыңыз бойынша тұзымыз бен бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Майонез қосуды да ұмытпаңыздар. Егер майонезді ұнатпайтын болсаңыздар, оливковое масло деп айтамыз ғой, сол майды қосып араластырсаңыздар да болады. Бірақ та сарымсақ қосылғаннан кейін майонезбен өте дәмі ерекше болып шығады. Мінекей біздің салат дайын. Дастарханға әсемдеп ұсынсаңыздар болады. Тез әрі оңай жасалатын бұл салатты міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.